Бүгін Астанада фантаст жазушылар мен футурологтардың бірінші халықаралық конгресі ашылды. Бұл іс-шара 3 күн бойына жүргізіледі. Басты мақсат қазақ аудиториясын жаңаша бағытпен таныстыру. Фантастикалық шығармалар біздерде бұрында болған. Оның басы ертегілер болса, ғылыми футурологияны әдебиетке енгізген қазақтың белгілі ғалымы Әлжан Машани болатын. Ол 1957 жылы «Жер астына саяхат» атты кітап жазып шыққан. Сол кезеңнен бері алаш әдебиетінде жаңа жанр пайда болды. Ең бірінші идея, сосын амал, жетістік деген мынау заманда фантаст жазушылардың шоғыры көп болғаны дұрыс, себебі ғалымдардың сан жылдар бойы тарқата алмаған тақырыбын шығармашыл топ шабыт үстінде-ақ айта салу ғажап емес. Бүгінгі жиынның да діттегені жазушылықпен жаңа айналыса бастаған жас буынға жаңаша бағытты ұсыну. Сол 1957 жылдан кейін Талап Сұлтанбеков, Төлеш Сүлейменов, Шоқан Әлімбаев жазушылар көптеген шығармалармен көріне бастады. Біздің қатарымыз сирек белгілі. Соған қарамастан әрине еңбек етіп келе жатырмыз.